Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Лүпіл басуды, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Шытырман. 3 бөлім. Жаңылайдың отбасына бардым. Алмас жақтырмаса да қарсы алды. Алмас, айтыңызшы, сіз неге Мақсұтты бірден табуымызға қарсы болғандай болдыңыз? Дедім. Мен қарсы болғам жоқ. Сіз қарсы болдыңыз. Мен едім ғой осында фотороботты әкелген. Сіз тіпті өтіріктен танымай қалдыңыз. Себебі не? Дедім. Мен шынымен танымай қалдым. Мекенжайды бергіңіз келмеді. Бердім ғой. Тергеуші, сен не қазбалап отырсың? Мен сіздің іс-әрекетіңізге таңғалып отырмын. Қазбалағаным, сіз Азатты танып тұрып, Мақсұттың бауыр екенін айтпадыңыз. Неге? Мен Азатты көрмедім. Алмас, қойсаңызшы. Азат фоторобот жасап әкелгенде, бөлімшеде де көрдіңіз. Біздің бөлімшеде істейтінін де білетінсіз. Мен қайғы жұтып отырғанда топырлап жүрген опер полицейлердің кімнің кім екеніне қарады ғой дейсің бе? Деді көз шытынап. Бұл жерде бір сыр жатыр. Мен бәрібір анықтаймын. Ақжігітті ауруханаға жатқыздық. Емделеді. Деп есікке беттедім. Ол неге өле қалмады? Деп қалды. Мен жалт қарап, сіз неге Ақжігітпен өштестіңіз? Неге сол баланы қаматқыңыз келді? Енді барайғақ соны меңзеп тұрған соң, сондай әрекетке бардым. Сонда қызыңызды өлтірген Мақсұт жазасы жүре берсін, ал қызыңызды сүйген Ақжігіт жазалансын дедіңіз бе? Сен басымда ұрттың. Бар ұста Мақсұтты. Ақжігітің босап дін-аман емделіп жатыр ғой. Менің қызым жоқ. Жоқ, өлді. Менен сен не тілеп келе бересің? Мен шағым жазам, деді айқайлай, қасыма жетіп келіп. Мен пәтерден шығып кеттім. 4-ші қабаттан өтіп бара жатыр едім, Тамара Алексеевна есігін ашып кіруімді өтінді. Пәтерге кірген соң апай сыбырлап, сізге айтарым бар. Айтыңыз. Уақиға болған түні сіздер тарап кеткен соң, ұйқым келмей үйге сыймай ары-бері жүрдім. Баспалдақтан 2 адам көтерілгенін естіп, есіктің тесігінен қарадым. 4-ші қабаттан 2 ер адам 5-ші қабатқа көтерілді. Алмастың пәтеріне қоңырау шалды. Пәтерге кіріп кетті. Мен сол кезде 2 адамның біреуін алдында көрген жігітке ұқсатқам. Подъезд ала көлеңке болып нақты тани алмадым. Сосын терезе жаққа барып, терезені ашып қойып тыңдадым. Олар дауыстары көтеріңкі ұрысқандай болды. Мен 02-ге қоңырау шалмақшы болып телефонға қарай жүргенімде, олар балконға шықты. Шошыдым. Алмастың, мына жерден қызымды итерген сен, мен сені итерсем қалай болады дегенін анық естідім. 3-ші адам оларды пәтерге кіргізіп балконның есігін жапты. Түк естілмей қалды. Мен 02-ге қоңырау шалмадым. Өз құлағыма сенбедім. 1 сағаттан соң екеуі қайта кетті. Қолдарында сөмке болды. Терезеден сыртқа қарадым, олар көлікке отырып кетті. Деп Тамара Алексеевна ойлы көзбен қарап тұр. Тамара Алексеевна, сіз маңызды ақпарат айттыңыз. Бұл маңызды ақпарат па? Айтайын ба, айтпайын ба деп көп ойландым. Деп апай есікті бір тыңдап алды да, 2 адам келгенде Роза ауруханада болған. Кеше мен терезеден қарап отырсам, Роза мен Алмас көлікпен келіп тоқтағанда бір капюшонын басып киген еркек Алмас жаққа жақындап терезесіне қарап өте шықты. Роза көліктен шығып подъезге кіріп кетті. Сол кезде бағанағы капюшон киген еркек арт қорынға тез отырды. Алмас көлігін айдап ауладан шығып кетті. Сосын Роза менің пәтеріме келді. Пәтерде жалғыз қалса қорқатынын айтты. Біз Алмасты ұзақ күттік. Мен Розадан Алмас қайда кетті деп сұрасам,
Ол өзі де білмейтінін айтып уайымдап отырды. Бір жаққа кетем деп айтпап еді деп терезеге тесіліп тұрды. Сосын сағат 23:40-та Алмас келді. Роза дәлізден Алмасты күтіп алып, қатты ренжіді. Алмас маған рахмет айтып, Розаның бетінен сүйіп, пәтерге көтеріліп кетті. Міне, осы жағдайда бір көмек берер, деді апай ойлы көзбен. Мен алғысымды жаудырып, егерде тағы да сол адамдарды көрсеңіз, тікелей маған қоңырау шалыңыз деп, ризашылығымды білдіріп, мақтап кеттім. Сонымен не болып кетті? Алмаста сыр бар. Уақиға болған күні келген адамдар кімдер? Мына жерден қызымды итерген сен. Мен сені итерсем қалай болады деген сөзді айтқанына қарағанда, келген Мақсот болды ғой. Қасындағысы кім? Азат па? Бүгінде үйде Роза жоқ, Алмас үйде Роза жоқта өте батыл. Роза қайда екен? Іс басқа арнаға бұрылды. Жаңылайдың қазасына Алмастың да кінәсі болмаса болды. Маған Алмастың сөзі де қылығы да біртүрлі болып көрінген. Күдігім бекер емес екен. Бөлімшеге барып, Алмасты бақылауға алу керек екенін айтайын. Азаттан тағы сұрақ алайын. Бөлімшеге барып, Алмасты бақылауға алатын жігіттерді реттеп жібердім де, тағы да тергеу изоляторына бардым. Азат камерадағы жұмыстан кейін азапқа түссе де сынбапты, қатқылданып ширап алғандай, қорқып дірілдеген көздері суықтанып, кептеніп тұрған сияқты. Қалиев Азат, сіз Тоқтаров Алмасты танисыз ба? Иә, таним, ол анамның өгей ұлы. Өте жақсы. Сіздердің ара қатынастарыңыз қалай? Мен Алмаспен араласпаймын. Мүлдем араласпайсыз ба? Мүлдем. Үйінде болған емессіз? Болмадым. Ал Мақсұт араласты ма? Мақсұт араласты, себебі Мақсұт анаммен бірге сол отбасына кетті. Мақсұт пен Алмастың қарым-қатынасы қандай еді? Алмас Мақсұттан көп жасы үлкен, ол тек кішкене бала деп қабылдаған сияқты. Мақсұт Алмасты қалай қабылдады? Қалай болушы еді? Үлкен кісі деп қабылдаған шығар. Сен Мақсұтты әжесінің үйінен ертіп, Алмасқа не үшін бардың? Дедім әдейі. Азаттың беті дір етіп көзіме тура қарап, біз Алмасқа бармадық, деді. Азат өзін қанша мықты ұстап отырса да нерв жүйесін басқара алмады. Көзінің жоғарғы жағындағы тамырлары томпайып, сол жақ беті дірілдеп, езуін құлағына тартқандай болды. Мен дөп түскенімді біліп, Азаттың жүйкесіне тиюді жөн көрдім. Сендер бардыңдар, сендерді көрген куәгер де бар, дедім. Азаттың тіпті басы селк ете қалды. Ол алақанымен басын ұстап, бетін уқалап алды да, куәгерің бар дейсің бе? Куәгер. Сол куәгерің мына мені Алмастың үйінен нақ көріп пе? Ереке, мен қылмысты бірінші рет жасап отырсам да, қылмысты іспен жұмыс жасағаныма 12 жыл болды. Сен де мені көрген куәгер болса, сен сұрақ алмай мына жерге Алмасты әкелер едің, деп аузын бір жағына қисайтып күле сөйледі. Куәгер келеді, асықпа. Бастысы ол сені бір емес 2 рет көргенін айтты. Біз анықтап жатырмыз. Бүгін Алмастың көлігіне тінту жүргіземіз, сенің қолтаңба ізің табыларына еш күмәнім жоқ. Сосын Алмас сенімен кездескенін жасырып қалмас, дедім. Азат жиіркенішті түрімен күлді де, жетер, менен сұрақ жауап алғаның маған адвокат керек, деді де шалқайып отырды. Мен Азаттың енді аузын ашпайтынын ұқтым. Ол сұрланып алып, шеке тамыры торсиып бедірейіп отыр. Адвокат болады, деп шығып кетті. Енді Азат ауыз ашпайды. Маған Азаттың дәл Алмастың көлігіне отырғанын анықтау үшін тінтуіме рұқсат алуым керек. Басқармаға бардым. Ізбасаров, сен Тоқтаровтың көлігін тінтсең, үркітіп аласың. Көлікте не табасың? Қалиевтің қолтаңбасы табылар, ол ештеңе бермейді. Қалиев та қолтаңба түк пайда бермейтінін біліп күліп отыр. Ол өзін ешкім көрмегенін, көрсе де бет әлпетін анық танымағанына сенімді, сол үшін ол тыныш отыр. Так, былай жасайық. Жігіттер оны бақыласын.
Тағы не істесек болады? Тоқтаровта шикілік бар, деп бастығым ары бері жүрді. Қалиевтің үйін тінтуге рұқсат бересіз бе? Дедім. Оның үйінде не бар? Ол тек осы іске байланысты осы жолға барды деп ойлайсыз ба? Меніңше оның үйінде сыр сандық бар. Ол сандықты жұмысқа қалдырмайды, дедім. Үйін тінтігенге санкция алу үшін соған байланысты жала болу керек, деді бастығым ойланып. Кешегі жыртылған қағаздың бір парағы жоқ қой, соны іздейміз делік. Кеше біз желімдеген парақтарда толық емес, дедім. Жоқ, ол болмайды. Ол сол құжаттарды осы жерде жыртып тастаған бір бет парақ үшін үй тінтуге рұқсат бермес. Ол үйінде де тықпас. Криминалист емес пе, ол сақтанады. Не шаруасы болса да үйіне жасырмайды, деді ойланып. Әжесі бар ғой, әжесінікіне жасыру әбден мүмкін ғой. Сөзіңнің жаны бар. Әжесінің үйін тінтуге рұқсат ала алам. Жолдасы ол үйде тұрған, күдікті қару, ақша бар ма деп қарай аламыз. Бұлай жаса, сен оперларды ертіп әжесінен сұрақ алуға бар, кәрі кісі ғой, әңгімелес, бөлмесіне кір, сол жерден күдікті бір нәрсе болса көрсең, түсінген боларсың, деп ойлы көзбен қарады. Мен түсініп басымды изедім. Жанат пен Қадыржанды ертіп әжейге бардық. Айтыңызшы, жиен немереңіз Азат сіздікіне жиі келе ме? Азат жиі келмейді, ол жұмыс басты, деді әжей. Мақсұт қашаннан бері сізбен тұрады? Мақсұт Азат үйленіп бөлек кеткен соң 1 жылдан кейін келді. Сонда неше жыл өтті? 5 пе, 6 ма? Осында. Сізге көмектеседі. Мақсұт па? Ол көмектеспейді. Ол тіпті азық түлік те алмайды. Сонда сізге кім көмектеседі? Қызым айына 1 рет келіп үйімді жинап, азық түлігімді, дәрілерімді әкеліп береді. Арасында Азат емханаларға апарады. Азат жақсы жігіт екен. Иә, Азатым жақсы, ол бауырмашыл, інісін өте қатты жақсы көреді. Азат неге анасымен бірге өгей әкесінің үйіне бармады? Мен жібермедім. Азатым анасы тұрмысқа шыққанда 1-ші сыныпқа барған. Мақсұт 2 жаста болады. 2 баламен балалы шағалы еркекке сыя қоймас, оның үстіне Азат ес біліп қалған. Менің қолымда өскен, қолғанат болған соң жібермедім. Мақсұт кішкене болған соң ол үйренісіп кетер дедім. Байқауымша, Мақсұт ол үйге үйрен алмаған сияқты. Олай айта алмайым. Өгей әкесі арқасынан түсірмей көтеріп бақты, бүкіл еркелігін көтерді, оқытты, ел қатарлы жарқырап жүрді. Тек, деп әжей тоқтап қалды. Мақсұт дегенмен ол үйден алалық көрген сияқты ғой. Алалық дейтіндей алалық емес еді. Алмас деген өгей әкесінің ересек ұлы бар, сол Мақсұтты қаталда ұстады. Ол әкесін қызғанды ма білмеймін. Бала кезінде әке-шешесі жоқ кезде қысым да көрсетіп жүріпті. Кейін ол бала ер жетіп, сосын үйленіп өзі жеке үй болып кетті. Алматының қақ ортасынан әкесі пәтер әперіп бөлек шығарды. Ал Азат пен Мақсұттың қарым-қатынастары қалай еді? Азат Мақсұтты қатты жақсы көреді. Әрдайым қолдап, көмектесіп жүрді, бауырмал, демалыс күндері інісін үйге келіп алатын. Бар жақсыны соған сақтап жүретін алтыным. Азатым бір кәмпиттен ісімен бөліспесе жемейді. Екеуі бір бөлмеде жатты ма? Бала күнінде бірге жататын. Ер жеткен соң екеуі 2 бөлмені бөліп алды. Міне мына бөлме Азаттікі. Көрсем бола ма? Көріңіз, көріңіз. Бөлмеге кірдім. Артық ештеңе жоқ. Жиналған таза бөлме, төсек, шифонер сыдырмасы бар стөл, бұрышта кітап салған шағын сөре. Сөренің жоғарғы жағында спорттық түрлі наградалар мен марапаттау қағаздары, алқалар тым көп екен. Ого, Азат спортсмен екен ғой, дедім, әжейді шабыттандыру үшін. Негізі Азаттың спортпен жақсы айналысқанын, әлі де айналысатын дәрежелі спорт шебері екенін білетінмін. Әжей мақтанышпен әр медаль мен әр марапатты қай кезде қалай алғанын айтып, қолымен көрсетіп, ұзақ сөйледі. Мен көзіммен бөлмеден басқа затты іздеп тұрмын. Шифонер есігінде ашып қарадым. Азғана киімдер ұқыппен бүктеулі. Ілінгіш жағында да киім аз, 3 түрлі кимоно, 2 жейде, 1 жеңіл күртеше, 1 костюм шалбар ғана ілулі тұр.
Үстелдің суырмасында тартып аштым. Ер адамның осыншалық ұқыпты таза болғанын алғаш көруім. Бәрі орнында, көлденең жатқан зат жоқ. Азат өте ұқыпты екен, дедім. Я, ол өте ұқыпты. Мені заттарына бала күннен жолатпайды. Қойған зат қойған жерінде тұру керек. Қозғалтсаң ашуланады, деп әжей үстелдің үстін алақанымен сүртіп. Мен тек шаңын сүртіп қалай тұр, солай қойып қоям, деді. Шифонер төбесіне көзім түсті. Шағын чемодан жатыр. Ана чемоданда не бар, дедім. Әжей иығын көтерді. Көрейінші, деп орындықтың үстіне шығып чемоданды алдым. Чемодан кодпен жабылған екен. Қасыма Жанат келді, көзіммен аш, дедім. Жанат чемоданның кодының номерлерін баяу теріп тұрғанда әжей: балам, оны ашпай ақ қойсаңдар болмай ма? Азат келгенде ұрсып жүрмесін, деді. Уайымдамаңыз, біз ішінде не бар екенін көреміз де орнына қайтып қоямыз. Оны көрмесеңдер болмай ма? Әжей, бізге үйді тінтуге рұқсат берді. Мақсұт қашып жүр. Ол қай жерде болуы мүмкін деген айғақтар іздеудеміз. Сол үшін бәрін қарауға тиіспіз, дедім. Әжей басын изеп бөлмеден көңілсіз үндемей күрсініп шығып кетті. Чемодан шырт-шырт ашылды. Ішінде көп қағаздар, папкалар бар екен. Қадыржан куәгерлерді ертіп бөлмеге кірді. Әр папканы шығарып, куәгерлермен растап, құжаттап, қайта чемодан ішіне салдық. 3 папканың ішінде түрлі суреттер, эксперттен анықталған бірнеше құжаттар, дәрігерден алынған құжаттар, сосын түрлі адамдардың растаған қол жазбасы бар екен. Міне қызық. Мына чемодан ішінде толы түрлі істердің біраз құжаттары, суреттері жатыр. Мен ойлаған сыр сандықтың дәл өзі. Кеудемде бұлбұл сайрап чемоданды көтеріп алып, аудандық ішкі істер бөліміне қуанышпен кеттік. Чемодан ішіндегі қағаздарды 2 тәулік зерттедік. Азат біз ойлағандай қарапайым адам емес екен. Чемодан ішіндегі папкаларда 10 шақты жыл аралығында болған әртүрлі қылмыс істерінің айғақ болар ұсақ түйек сараптамалары, мысалы, жол апаты қолтаңбалары, ұрлық болған пәтердегі сараптамалар, көшедегі адам тонау ісіндегі айғақтар, фоторобот кескіндері бар екен. Бір папкада жас қыздың жол апатынан өлген фотосы бар екен. Сосын сол папкада көліктің ұрылған жері бар сурет бар. Қолтаңба ізі, киімнен алынған тер май қалдығы бар сараптама. О, тәуба, мынау не? Бұл анықтамалар неге дело ішінде емес, мына жерде жатыр? Мына адам кім? Мына қыз кім? Деп өз басқармамыздағы істерді қопарып қарадық. Дәл осы қыз өлімі туралы бізде іс болмапты. Басқа аудандарға сұраныс жасадық. Қаскелең ауданынан табылды. Сол жаққа бардым. Әріптесім ойлы көзбен: Ереке, енді дәл осы қыз деп айта алмайым. Бізде біз үшін жабылмай қалған істің бірі. Қызды ел жоқ жерде қағып кетеді, қаққан көлік табылмады. Көп іздедік. Түк іліп алар із таппадық. Мына кадрлардағы қыз ұқсас болған соң айтқам, деді. Я, бір кадр, бір қыз, дәл өзі. Сендерде Қалиев Азат дәл осы уақытта жұмыс жасаған. Я, Азат бізде криминалистикада отырды. Осы іске байланысты айғақтарды ол жасады ма? Я, міне сараптаушы эксперт Қалиев А деп тұр. Сіздердің басқармада тағы қандай істер айғақсыз жабылды? Несін жасырайын, жоқ емес. Ұсақ түйек, пәтер тонау, көшедегі ұрлықтар, дүкен тонау істері жабылмай қалған. Ұрлар ұстатпай кеткендері бар, ал адам өлімі осы біреу ғана. Не көлік табылмады, не куәгер жоқ. Қалиев осы қыз өлімі тоқталған соң жұмыс орнын ауыстырыпты. Неге? Отбасылық мәселемен әжесі науқас деп өзі ауданына ауысты. Маған Қалиев сіздерде жұмыс жасағанда ашылмай қалған ұрлық істерін көрсетсеңіз. Қалиевтің үйінен табылған папкасынан біраз құжаттар бар еді, дедім. Сәйкестік бар. Сонда Қалиев ұрыны қолтаңбаларынан танып, сол сараптаманы өзгерткен бе?
Дүкен ұрлығында түрлі қолтаңбалар алынған, ұрынікі табылмаған. Ал сол дүкен ұрлығының ісінің көшірмесі Азатта болған. Ол жерде 2 қолтаңба бар. Пәтер тоналған жерде бөлімшедегі құжатта бөтен қолтаңба жоқ делінген. Ал Азатта бір адамның қолтаңбасы бар. 3. Қыз өлімінде куәгер, көлік ізі жоқ. Бір із бар, ол із анықталмаған. Ал Азаттағы папкада терімай қалдықтары бар саусақ ізінің қолтаңбасы бар. Бүкіл құжаттардың көшірмесін алып өз бөлімшеме келдім. Дүкен ұрлығында табылған Азаттың папкасындағы 2 қолтаңбаны анықтадық. Базада бар адам екен. Ұсақ ұрлықпен ұсталып, тексеруден өтіп тіркелген. Пәтердегі қолтаңбада базадан табылды. Ол ұры да азын-аулақ ұрлықпен ұсталып тіркеліпті. Ал қыз өлімінен табылған саусақ ізі базада жоқ болғанымен, кешегі Жаңылай өлімінде алынған саусақ іздерінің арасынан сәйкес шықты. Бұл кім? Бұл кім деп сол саусақ ізін анықтадық. Ол Жаңылайдың әкесі Тоқтаров Алмастікі болды. Мәне жіптің ұшы деп қарғып түстім. Қыз өліміндегі көлік фотосы да бар. Егер сол көлік Тоқтаровтікі болса, онда қыз өліміне оның қатысы бар деген. Қызық. Азат Алмасты несіне жарылқап ізін суыт деген. Мен көп ойланып, Алмастың үйіне баруды жөн көрдім. Алмастың үйінің маңына келгенде сәл бөгелдім. Алмастан не сұрайым? Сол жол апатына қатысты көлікті тексергенбіз. Көлік Тоқтаров Алмастың атында болған, тіркеуінен шешілген, сатылғаны, басқа адамға тіркелгені жазылмаған. Содан кейін ешкімге тіркелмеген. Ол дегеніміз көлік жоқ. Мен Алмастың подъезіне жақындағанда Роза үйден шығып келеді екен, амандасып Алмасты сұрадым. Алмас жұмыстан келмеді. Мен серуендеуге шықтым. Кеш батса пәтерде жалғыз отыра алмайым, деді. Ауладағы алаңда қатар серуенде жүріп сұрағымды қойдым. Көлік туралы сұрап едім. Я, ондай көлік бізде болған. Сынып қалды да ұзақ уақыт жасалмай, ақыры қосалқы бөлшекке сатты ма, бірден істеген. Неше жыл бұрын? 4-5 пе? Жоқ, 4 жыл болды. Ол кезде біз Қаскелеңде тұрғанбыз. Сол жақтан көлік сатылған соң көштіңіздер ме? Бұл үйді бізге үйлене салып атам сатып алған. Алмасқа ұнамай көшпей отырғанбыз. Бекер көшіп келіппіз, деп Роза сұрағыма жауап бермей жылап қалды. Ол өкініштің не екенін түсінгенмен сөз таба алмадым. Роза орындықтардың біріне отырды да, қызымыз үшін көшіп келген едік, деп күрсінді. Сіз бекем болыңыз, дедім. Роза басын изеп таусылып жылап отырды. Менің көз алдыма Алмасты алғаш көргендегі осылай күйіне жылағаны түсті. Бірақ ол ертесі басқадан болып қызының өлімін ұмытқандай болды. Тез көнді. Қызының өліміне қайғыра қоймады. Істің жабылуын қалады. Тіпті кім өлтірді демеді. Неге? Мен Розадан кешірім сұрап, Алмас үйде болғанда келем дедім де кеттім. Азаттың папкасындағы айғақтар нәтижесіне сенсек, сол бір көлік Алмастікі болғаны анық. Өлі қыз денесінен Алмастың қолтаңбасы қалғаны да анық. Тексерудің, тіміскілеудің басы енді басталған сияқты. Солай. Ал, Ерлан, анықта, бұл жұмбақты шеш, лабиринтке кіріп кеттің. Жолыңды тап. Мен бөлімшеге келіп, Азаттың үйге жасырған папкасын қайта зерттеп, ұзақ қарадым. Алмас жол апатын жасаған. Ол көліктен шыққан, қаққан қыздың жанына келген. Сосын Алмас қыз кеудесінде жатқан қол сөмкені ұстаған, басын көтеріп көрген. Шашына қыстырған қыстырғыш сынып қалған екен, оны да ұстапты. Сол жерде қолтаңбасы қалған. Сонда Алмас жол апатындағы қыз өліміне кінәлі болғанын Азат қалай тез анықтаған? Әлде Азат сол көлікте болды ма? Сосын айғақтарды құртты ма? Неге Азат Алмасқа көмектескен? Мен өзі қай өлімді зерттеп жүрмін? Не болып кетті?
Мақсұт үштігейлі жоқ. Азат аузын ашпай отыр. Алмас та өзіне жолатпайды. Мен неше жыл бұрынғы істі қопарып, қыз өлімін қайта зерттеумен басым қатты. Ақыры бәрі анықталды. Дүкен тонаған екі ұрлықшы қамауға алынып, қысым жасалып еді, шындықты айтты. Олар ұрлық жасаған уақиға болған жер тексеруге алынған. Азат кім ұрлық жасағанын білген, сосын оларға жеке шыққан. Жас маман көмектесем, тек ақшамен бөліс деген. Кім қамауға барғысы келеді дейсің? Олар тез келіскен. Сонымен іс Азаттың айғақтарды тыққанының арқасында ашылмаған болып қалған. Пәтерге түскен ұрының да айтқаны сол. Оған да Азат шыққан. Ақшамен істі жапқан. Уақыт өте Азат ара-тұра оларға ескерту айтып, олардың жасаған істерінің айғағы қолында екенімен қоқан-лоқы көрсетіп, ақша алатынын айтты. Ұрылар сол іс қозғалса, Азаттың өзі істі болып кететінін түсінбеген. Сұрағанын беріп көзіне түспеуге тырысқан. Енді Алмастың мәселесі қалды. 3-ші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.